Через одно. Ал енді құрметті жиналған көпшілік келгендеріңізге мен алғыс айтамын. Біз қазақ елден еркіндік аңсаған деп осы бұл жиынымызда біздің еркін, біз ешкімді бұл жерге күштеп шақырғанымыз жоқ, бірақ осы ауылдың ақсақалдарын, атқамінерлерін, бөлім басшыларын, ұйым басшыларын түгел шақырылған. Қолымызда хатымыз бар. Бүгін міне 30-дан аса хат таратқан, мен 10 кісі келіп отырмыз жазылып. Сонда да мен тақырыпты өздеріңізге белгілі медиация заңы ата орындалған ата-баба арманы дедім. Яғни біз осы отырыстың соңында шынында осы тақырып қалай ата-баба арманы қалай адам таңғалып тұрған шығар, соған көзіміз жетіп, ойымыз өзгеріп кету керек. Ол не деген сөз? Ол мынау медиация заңы бойынша медиатор деген кім деген сұраққа бірақ сөзбен айтқан кезде ол келіссөздер жүргізуші, келіссөздер ұйымдастырушы. Ал ол енді не істейді деген кезде ол осындай мысалдар келтіру арқылы, образдар жасау арқылы адамның ойын өзгертеді. Яғни кез келген дауда не үшін адам дауласқан? Олардың ойлары бір-бірімен керісіп кетеді. Сол кезде ойларын өзгертетін болса, олар бір-бірімен татуласады деген сияқты сондай ұғымда. Сондықтан да біз бұл медиацияға қалай келдік? Мен сонау бұйрықпен дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Мойынқұм ауданындағы өкілдігін ашу үшін келген адам. Яғни оны ұйымдастыру керек. Оны келіп бұйрықпен бірге аша салатын шаруа емес. Оны келіп осы халықпен сөйлесек, мінекей мына қауымдастың елшісі келді, сіздермен ақылдаса отырып, осы ауданымызға сол дүниежүзі қазақтар қауымдастығының бөлімшесі керек пе, керек емес пе, әлде сіздерге бар ма, жоқ па деген сияқты әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Соны анықтау үшін, өз ауыздарыңыздан осы ауылдың ақсақалдарынан есту үшін осы сіздердің бастарыңызды қосып отырмыз. Ал дүниежүзі қазақтар қауымдастығын оны жаңалық емес, бүгін ашылған нәрсе емес, кеше ашылған нәрсе емес, болмаса белгілі біреудің бір азаматтардың кәсіби емес, бұл өзіміздің егемен алған сонау 1992 жылы дүние жүзінде қазақтар құрылтай жасаған, барлығы қосылып, сол бұл қауымдастықтың ең жоғарғы басқарушы органы сол құрылтай. Елімізде осы күнге дейін 5 құрылтай өтті, 6-шы құрылтайды өткізу ниет бар. Ал енді сол алғашқы біздің құрылтайымызға 33 елден делегат келген. 800-дей адам қатысып, осы сол құрылтайдың жұмысын ары қарай жалғастырып, жандандырып отыру үшін осы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы деп аталатын республикалық қоғамдық бірлестік құрылған болатын. Бұл қоғамдық бірлестіктің төрағасы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, бірінші орынбасары соны жүргізіп отырған Зауытбек Тұрысбек деген көкеміз, өздеріңіз білесіздер. Ал енді бұның басы қасында жүрген сол кезде құрылтайды құрайық деп осы іс-шараның барлығын осы бір ұйымдастырушылардың бірі қазіргі біздің облыс әкіміміз Бердібек Сапарбаев ағамыз. Сондықтан да біздерге енді осы дүниежүзі қазақтар қауымдастығының жұмысын жандандырып, оның жаңа деңгейін көтеру мақсаты тұр алдымызда. Енді бұған медиация не қажеті бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Өйткені маған осыған дейін де көпшілік сондай сұрақтар келді. Сен біресе қауымдастықты айтасың, біресе медиация айтасың, сен не айтасың өзі деп айтады. Мен айтып келген шаруам дүниежүзі қазақтар қауымдастығы. Ал енді сол дүниежүзі қазақтар қауымдастығын ұйымдастыру үшін мен өзім халықаралық құқық қорғау орталығының медиаторымын.
сертификаты бар. Сондықтан да бұл медиаторлар не жасайды? Медиаторлар сол мамандықты игергеннен кейін, ол сондай келіссөздер жүргізе алатын маман болғандықтан, сол біздің қауымдастықтың мүшелердің барлығы медиаторлар. Және медиация институтын дамыту еліміздегі алдымызда тұрған ең үлкен мәселе. Кешегі ең соңғы жаңағы елбасының мемлекет басшысы президентіміздің жолдауында осы мәселені шегелеп тұрып айтты. 10 жыл болды медиация заңы қабылданғанына, бірақ та бірде-бір мемлекеттік орган соның дамуына құлықсыз болып отыр. Бұл жағдайды жылдан арада жөндеу керек деді. Сонда біз тағы да бір жағынан қарағанда сол мемлекет басшысының үндеуін қолдаушылар және соны орындаушылар болып табыламыз. Ал енді оны мен сіздерге жаңалық ашып отқан жоқпын, өзіңіз айтып отырсыздар. Бүгін кешімізде дөңгелек үстеліміз болған соң тақырып еркін, ойымызды айтып, бұл ауданда жай-күйі қалай болуы деген сияқты мәселелерге әңгімеге кірісейік. Сондықтан да менің бірінші кезекте танысып қойық дегім келеді. Мінекей төрімізде осы ауданымыздың жаңағы ардагерлер кеңесінің төрағасы Жамбыл ағамыз отыр. Сол Жамбыл ағамыз бірінші кезекте осы кешіміздің басында ақ батасын беріп, ақ тілегін айтып, бір құттықтау сөзін сұрайық. Қарсы болмасаңыздар. Қарағым, алдын айтып қоймайсыз ба, сөйлейсің деп. Айта беріңіз ақ ойыңыз бұл жерде. Мынау жалпақ тілмен. Дүниежүзілік қазақтарының қауымдастығы деген өте қажетті ұйым деп білемін мен өзім. Өйткені тек басқасын қойғанда бәріңіз куәгер болдыңыздар. Мынау пандемия, ковид жүрген кезде шетелдегі біздің қазақтар бізге қандай көмектер жіберіп жатты. Мына көріп жатсыңыздар ғой, жаңалықтан, WhatsApp-тан, жаңағы Instagram-нан көріп жаттыңыздар ғой. Қандай бізге көп көмек жасады. Ол енді қазақтар баяғыда шетелге кеткенде жаңа өзі қанша елде дедің? 33 елде дедің бе? 33 елде біздің қоғамдастығымыз бар екен. Ол деген біздің Қазақстаннан тегінен кетіп қалған адамдар емес олар. Біреуі жақындары шақырғаннан кейін кеткен шығар, ол жақсылыққа жатады. Кейбіреулер қиналғаннан кейін кетті көбісі. Содан сол шетелге барып, қауымдастық құру олар үшін қажет болды. Қазақтар бас қосу деген олар үшін кесіп қажет болды. Байқап отырсаңыздар, қазір көрсетіп жатады ғой. Сонда әр елде қауымдастықтың істеп жатқан жұмыстары өте зор. Олар жаңағы қазақтың самый главный, ең басты жағдайы, олар қазақ тілін ұмытпай, бала-шағаларына, өзінің балаларына сол қазақ тілін үйретуден бастап, соны біздің әдет-ғұрпымыз, Қазақстан мемлекеттік әділ егемендік болғандығы, оған мүмкіндігі болса бару керек екен, қайтып барып, бұл жерде тұру керек екен, өзінің балаларына, немерелеріне, шөберелеріне үйретіп жатыр. Ол тегіннен емес. Әлгі қазақта бір мақал бар, хан болсаң да өз ауылыңда, өз еліңде бол деген. Ол тегіннен емес. Ол айтып ғой, кейбіреу қиыншылықпен кетті, кейбіреу жақсылықпен кетті, бірақ шын мәнінде отанын олар ұмытпайды. Сол қауымдастықтың міндетіне сол жатады, қауымдастық соны ұйымдастырып жатыр. Ана бір Германиядан, Англиядан бізге жаңағы вирусқа қарсы дәрі жасап беріп, соны Англияда да, Германияда да уақытында біздің посолдар соны ұйымдастырмаған үшін қандай айқай шығарды. Оны оқыған шығарсыңдар, телефондарың бар ғой, бәрі қазір қарап отырсыңдар. Сондай айқай шығарып, көмек беріп жатыр бізге, қазақтарға. Біздің жаңағы дәрі жоқ дегенде оларды естіп отыр ғой. Ковид басталғанда біздің дәріміз, запасымыз ойдағыдай болмай шықты. Оны президентіміз де мақұлдады ғой, министрді сол үшін ауыстырды. Санитарный врачтарды ауыстырып жатыр. Сол енді қауымдастықтың жұмысы. Мысалы, Германиядан, Англиядан бізге дәрі жіберіп, сол уақытында бармаған үшін сондай айқай шығарып жатыр. Мынау енді медиация жағында енді медиаторымыздың рөлі бұрын кішкене үлкендеу болатын. Қазір енді
Қазақстанда Нұреке айналайын десек, білесің бе, білмейсің бе, Қазақстанда қазір билер институты құрылып жатыр и жұмыс істеп жатыр. Содан медиациямыз кішкене айтылған қырағын қалды, бірақ мен өзім 7-8 жыл медиатор болып істедім осы ауданда. Кәсіби емес медиатор болып. Талай жұмыстар атқардық. Өзі жақсы институт болатын ол. Біраз жұмыстар істеді, енді бірақ билерге беріп жатырмыз медиацияны. Ал енді Мойынқұмда, Шу ауданында екеуіне представитель болып келген екенсің ғой. Осы екі ауданға керек па, керек емес па, енді елдер айтар. Бірақ енді шетелде болып жатқандардың жұмысы өте мықты болып жатыр. Енді аудандарда қажет шығар, енді о жағын енді білмедім, енді о жағын елдер өздері айтып жатар. Осы мен айтайын дегенім. Рахмет аға. Енді мен жалпы қысқаша мәлімет берейін. Бұл қауымдастықтың жұмысын сіздерге елестету үшін, көз алдарыңызға елестету үшін біздер барлығымыз жақсы білеміз. Қазақстан халық ұлттар ассамблеясы деген. Сол жердегі Қазақстандағы тұратын өзге ұлттардың бірлестігінің жаңағы ұйымдары. Енді сол кісілер Қазақстандағы бүткіл осы медиацияны дамытып, сол кісілер би болып отыр бізге. Ал енді ендігі кезекте біздің дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бұл дүниежүзі бойынша болғандықтан оның дәрежесі одан да жоғары тұру керек еді. Соны жоғары көтерейік деген жоспарды беріп отыр біздерге. Мен қазір тікелей келіп отырған сол Назарбаевтың өкілімін деп айтсам болады. Мені кішкентай Назарбаев деп көрсеңіздер болады. Өйткені соның сөзін тікелей жеткізуші, соның үндеуін тікелей жеткізушімін. Яғни келіп Назарбаевтың өзі сұрап тұрмаса да, мен келіп соның орнына өкіл болып сұрап тұрмын. Әй, шырақтарым, қарақтарым, сіздер осы айтасыздар, бүйтесіздер. Енді мінекей ары бармай қойып, соңғы 10 жылда осы қазақтың қауымдастығы үшін осы ауданда, ауыл көлемінде қандай іс-шаралар атқарылды деген сұрақтар қойғым келеді сіздерге. Сондықтан да мен мына ортамызда отырған қоғамдық кеңестің төрағасы Болат ағамызға сөз беремін. Қоғамдық болғаннан президент жарлығының біріншіден. Екіншіден, қоғамдық кеңестің өз функционалдық міндеттері бар. Мысалы, біздің қоғамдық кеңестің функциясына медиация кірмейді. Мен енді ол функционалдық міндетті президент бекіткен ішіндегі функционалдық міндетті өзете алмаймын ғой мен. Сондықтан мен медиацияға біздің ешқандай қатысым жоқ. Жалпы ауыз бірлік жөнінде біз айтамыз. Қария ретінде, ауылдың ішінде психология жөнінде, келісім жөнінде айтамыз. Бірақ оған шынайы кірісіп кетіп, мынау неге орындалмай қалды? Мынау показатель неге жоқ? Неге медиация жоқ деп мен оны айта алмаймын. Біріншіден, екіншіден. Ол енді бірінші мына функцияларын біліп алу керек. Ардагерлік кеңесінде ол ауылдарда бар. Айтты ғой билерде. Міне соттың төрағасы отыр, мен заңды қайшы болмау керек қой. Дұрыс па? Екіншіден мына бүгінгі мәселеге байланысты айтайын деп отқан. Шу мен Мойынқұм ортасындағы өкілімін дедің, екі аудандікі. Өзің айтың бас кезінде. Ендігі мәселе Мойынқұм аудан жеке. От жеке ашу. Өз жерін ашу керек болып тұр ғой, өз жерін ашу керек, өз жерін кабинет алу керек, басқа алу керек, сол мәселесі бар. Енді анда мында шақылап жүргенде оңай емес қой мысалы. Бір Шуға барып, жерде үлкен, тем более облыстың 40% алып жатыр, жұмыс ұйымдастыру үлкен мәселе ғой. Сондықтан мен ойлаймын, осындай медиациядан бұрын күн тәртібіне именно Мойынқұм ауданында осы орталық қауымдастығының несін ашу өкілеттігі. Соны қою керек ең бірінші. Өкілеттігін ашып алғаннан кейін медиация, ол тек қана қауымдастық тек медиация емес қой. Мысалы, қазақтар жан-жақта шашырап жатыр. Қытайда жүр, Монғолияда жүр, Өзбекстанда жүр, басқа жүр. Ол енді қауымдастықтың міндеті соларды біріктіріп. Қазақ деген қаның бар сенің. Бір еліміз ғой, сендер енді сол кезде бір жаңа ашаршылық кезінде, қуғын-сүргін кезінде кетіп қалдыңдар ата-бабаларымыз. Енді сол жерге жиналайық, бірге болайық, сен отаның ғой бұл. Деп азғандай қазақтың басын құрау үшін жасалған қауымдастық ол. Негізгі міндеті. Мен солай деп ойлаймын. Ал оның бәрін біріктіргеннен кейін медиация бола ма, ассамблея бола ма, оның ішінде біріктіру жаңағы басқасы бола ма, ол текущий моменттер. Сен ең бірінші Мойынқұм ауданының құрылып алған мәселесін қозғамайсың ең бірінші. Дұрыс айтасыз, біздің жоспарымыз бойынша біздің күн тәртібіндегі бұл мәселеміздің бірінші мәселесі осы ауданымызда дүниежүзі қазақтар қауымдастығын құру. Екінші мәселеміз ол
медиация институтын аудан көлемінде насихаттау. Оны құрғаннан кейін. Құрғаннан кейін. Сондықтан да біз қазір дөңгелек үстел барысында біз сол ойындағы жай-күйді білгіміз келіп отыр. Мен бірде сот төрағасы отыр ғой, егер мен қате айтсам. Қате айтыңыз отырғанымыз ғой. Енді мысалға осы ауданымызда мен мысалы қауымдастық жаңағы қоғамдық келісім функциясын жатпаса да, қазақ ретінде, қазақ қаным бар ретінде мен қазақтар біріктіріп, қазақтар тату тұрса екен, бірлесте болса екен, қазақ дегенде қазақтың дүниежүзі шығарса екен деп, мен оған атсалысуым керек. Атсалысуым керек. Поверь, как адам ретінде қызметтік емес, ол қоғамдық қызмет қой біздікі, қызмет. Такида бәріміз қазақ ретінде соны атсалысуымыз керек, міндетті түрде. Құрылғаннан кейін, өзің құрғаннан кейін осы жерде бар ғой, ол жұмысы жөндеу үшін тұру үшін, именно соны құрып алу керек әңгімені. Дұрыс па? Құрмай тұрып енді. Бірге, бұл кісінің основной ойы байқап отырсың ба? Шуды бөлек құр дейді. Мойқынды бөлек құр дейді. Қалай жүгіресің? Шуға барып келіп тұру деген оңай емес қой ол. Дұрыс айтасыз. Оны қазір түсіндіремін. Оның бәрі жоспарланған. Енді келесі кезек мынау ауылдың ақсақалы деген кім? Осы ауылға келген кезде мен осы ақсақалдарын іздедім. Сөйттім да, осы ақсақалдардың бірі, қазір өзіміздің замандастарымыз, бізде сол ақсақал жасына жетіп қалдық, жетпесек те, жетейін деп қалдық. Ал енді сол ақсақалдардың бірі деп, мінекей Сержан бауырымызды шақырдым, осы күнде аудандық сайлау комиссиясының төрағасы болып қызмет атқарып жүр екен. Сонымен келді, мінекей нағыз қазақ, нағыз патриот кісілердің бірі сіздер, бұл кісілерді мен осы жиынға шақырдым. Өзіңіздің ойыңыз бар, пікіріңіз бар. Ертеңгі қарияларымыз сіздер. Бүгінден бастап ақсақалдыққа араласыңыздар деген оймен шақырғам. Сондықтан да Сержан мырза сізге сөз кезегі берейік. Сіздің осы қауымдастық туралы, дүниежүзілік қазақтар қауымдастық туралы ойыңызды айтсаңыз. Мен ойым жас деп жүрмін өзімді. Мен енді қалжың ғой енді. Енді айтайын деген, енді Болат ағамыз айтты ғой. Бәріміз мына қазақ болғаннан кейін бірінші. Жалғыз біз емес, дүние жүзінің қазақтарының өзінің арманы, барлығы бір болса, тату болса, президенттің өзі айтты ғой. Мен қазақ халқының бақытты өмір сүргім келген армандаймын. Сондықтан да қазірде отырған неміздің, мен ойлаймын, негізгі ойымыз, негізгі мақсатымыз осы дүние жүзі қазақтарының жоғарғы деңгейдегі бақытты өмір сүру деп сөйлейтін шығар ойлаймын да. Сондықтан бізді қазақтар бір болса, ауызбіршілігі болса, онда атқарылатын жұмыста оңай болады. Ең бірінші бірлікке, татулыққа шақырып, осындай дебаттың, пікірсайыстың өзі, айтылған сөзі адамның ойын, көзқарасын бәрін өзгертеді деп ойлаймын. Енді бұл дүниежүзі қазақтарының қауымдастығының мен бір өткен жолы газеттен оқып қалдым. Мына Қытайда көп қандастарымыз түрмеде жатқан кезде кісілер араласып шығарып алып деген кезде ана ұйғыр ұлты өте қатты немен жазды. Мұның осындай қауымдастық бар, осындай қазақ деген мемлекеттер бар. Шығып баратқаннан кейін олар сөйткен ғой. Соған ол да біздің осындай қауымдастықтың, осындай патриоттардың арқасы шығар, сол қандастарына көмектесіп жатқан шығар деп өзімнің ойымды ойлаймын. Ал енді осындай пікірсайыстың көбеюі, егемендік алғаннан кейін мемлекетіміздің әсері шығар деп ойлаймын. Енді егемендік алу оңай деп айтады да, бірақ оңай емес қой. Бірақ оны алып қарай алып жүргізу, оны апару, ол бәрі үшін, мемлекет үшін, қазақ хандығы үшін біздің арманымыз шығар деп ойлаймын да. Енді жалпы өзімді былай қарап отырмын да, бұл жұмыстың негізі мақсатты арманында осы шығар деп ойлаймын. Өйткені біз егемендік алған кезде көп мемлекеттер Қазақстан дамиды деп бізге баға берген жоқ. Олар бірінші Өзбекстан дамиды деп баға берді. Содан кейін анау артқы болатын жер бірінші Қазақстан болады деп баға берді. Бірақ олай болмай жатыр. Қазақстан бірінші алғашқы орында. Мысалы қазір Украина, артқы жағынан Украина кетіп қалды. Одан кейін Белоруссия кетіп қалды. Жарайды, ол әңгіме. Одан келе жатырмын ғой, асып қойып жатқанда.
или бермей қою керек. Жарайды, кешіріңіз. Енді кетіп қалды да, мен айтайын деген ең негізгі мақсатым. Мына интернетке қарап отырсаңыздар, әртүрлі көзқарастарды ұлт па, басқа ұлт айтады да, ендігі кезек Қазақстанда деп айтып жатыр, мысалға ше. Осындай іріткі болады, ұлтаралық соғыс болады деген жаман сөздер айтылып жатыр. Мысалы, интернетке қарасаңыздар, президенттің атына, неше түрлі жоғары патшаның атына жаман сөздер айтылып жатыр. Олардың барлығы да дұрыс емес деп ойлаймын. Осы халықтың арасындағы, ұлттың арасындағы іріткілер жүргізетін шығар деп ойлаймын. Сондықтан да менің ойлаған ойым, жаңа президенттің айтқан жолдауында да бар. Енді әрбір сынақ беріледі ғой. Сондықтан біздің Қазақстанға сондай сынақ беріліп отқан шығар. Осы медиациялар, соған жұмыстар ашылып, кіргізіліп, біздің ұлтымызда, жалпы қазақ халқының арасында осындай ауызбірлік болса, жанжалдар жоқ қылып отса деген менің ойым айтайын деп отқан соңғы. Сондықтан жаңағы сіздің жұмысыңызда, ағаларымыздың айтқан жұмыстарда қауымдастықтың бәрі құрылу керек та, біздің еліміздің бірлігінің ары қарай артуына, экономикасының артуына, және өзіміздің ұлттың, тілдің, мәдениеттің дамуына көп үлес қосатын шығар деп мен өзім ойлаймын. Солай болу керек шығар, бұның мақсаттары шығар деймін. Егер сондай мақсат қойылса, ұлт үшін, халық үшін мақсат қойылса, онда барлық қазақ болсын, ұлт болсын, ол өзінің қызметіне емес, несіне емес, жұмыс істейтін шығар деп мен өзім ойлаймын. Мен өзім ойым солай. Біз мақтанымызға тұрарлық дейсіз ғой. Енді оны баяғыдан атам заманнан бері біздің ата-бабаларымыз ақын жазушыларымыз жылап келе жатыр ғой. Мақтанса бүгін мақтансын қазақ төбесі көкке жетпей тұр азаттың. Бірақ та кейде мазақ қылып қалады. Сондықтан да сондай болмас үшін не істеу керек? Сіздер барлықтарыңыз білесіздер, осы синий кит, тихий дом, бірдеме деген бір ойындар шығып, осы көп балалар сол ойынға кіріп, сол ойын бір кезде жоқ болып кеткенмен қайтадан пайда болып, соңында сол балалар суицидке барғандығы бүткіл әлемге жария болған. Енді бақытқа қарай олардың көбісі аман, бірақ жаңағы программалардың кейбір тәсілдері сондай бір агрессивный болғандықтан олардың көбісі мүгедек болып қалды. Яғни біз осы жерден көріп отырмыз, біз жаңа дәуірге аяқ басып отырмыз. Ақпарат дәуіріне. Бұл ақпарат дәуіріне аяқ басқанымыздың бірден бір белгісі, біз барлығымыз онлайн оқу, онлайн кешке көшіп отырмыз ғой. Яғни бұл дәуірдің өзінің жаңағы ережесі бар. Сол ережесін біз білмейтін болсақ, біз ол өлімде қалай өмір сүреміз дегендей. Яғни жаңағы біздегі осынғы әлеуметтік желілердің барлығы да басқа елдердің әлеуметтік желілері. Тек қана сол қазақша аударған, оның барлығын солар өздері жасап отыр, соның барлығын қазақтар пайдаланып отыр. Бірақ оны жаңағындай ниеті қара адамдар пайдаланады да, жаңағыдай өсек таратады, жамандау таратады. Ал жамандық таратудың арты жамандыққа ұласады. Қазақ ата оны жақсы білген, жақсы сөз жарымас деп, жаман сөзді сөйлетпеген. Сондықтан да бір-бірімізге тиым болып, әдейтін нәрсе қожа болуымыз керекпіз. Ана ақпарат келсе жаман ақпарат, таратпауымыз керекпіз, оны таратып жүрмейді. Тосқауыл жасауымыз керекпіз. Ал бұның қазақтың менталитеті дейміз ғой, біздің дәстүр салтымыз соған келеді ғой, жаманды айтқызбаған, жаман атын айтқызбаған. Ал оны айтқызбақ тұрмақ, әдемілеп жазып тұрып таратып жатыр қазір. Яғни қазақ болса, сол әлемде болса жатқан, тура осы сіз алып тоқтатуға мүмкіндігіміз бар. Өз қазақтығымыз ойнатын болса. Біз яғни аузымызға сөзге ие болып, сонда түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы деген бидің ұрпағымыз емес бізде. Сонда Майқы атамыздың айтып кеткен сөзі бар екен. Мынау адамдар неге кедей, неге бай, неге ауру, неге сау болады деген сұраққа жауап беріп кетіпті. Кедей адам өзін кедеймін деп ойлайды. Содан кедейдің сөйлейді, сөз сөйлейді. Күннен күнге кедейленеді. Ал бай адам баймын деп ойлайды. Аузындағы сөз бай адамның сөзі болғандықтан ол күннен күнге байи береді. Тура сол сияқты ауру адам аурумын деп ойлайды, сау адам саумын деп ойлайды. Ал енді біз ойлаған ойымызды сөйлейміз, сөйлеген сөзімізді қолымызбен істейміз, істеген дүниеміз біздің өміріміз. Мінекей Қазақстандағы қазір 4-5 мың медиатор бар. Бірақ ол өте аз. Сондағы медиаторлардың көзқарасы осындай, құрметті азаматтар. Мен кейде осындай көп сөйлегім келіп тұрады, бірақ та мен сөзді сіздерге берсем деп отырмын. Енді біздің осы ортамызда Ғани әпкеміз отыр. Ол кісі көптен бері осы кітапхананың меңгерушісі, осы ауданда, осы елді мекенде қанша адам кітап оқитындығы, қанша адам рухани бай екендігі, қанша соны білетіндігінің бір куәсі ғой бұл кісі. Сондықтан да бұл кісінің де бір ауыз пікірін тыңдап, лебізін тыңдап,
Сөз кезегі. Алтын şimdi жаңа аралар айтқандай дайын болмай сөйлеген дұрыс екен өзі. Не дейміз енді, ауылымызға қош келдің, өзің осы ауылдың баласысың ғой енді. Осындай іс-шараны ұйымдастырып, ауылға келіп осы қандастарымызға жаның ашып жатқан шығар енді жан-жақтағы. Мен айтамын енді, сондай жүрсе де жаңағы айтып жатамыз. Қандастарымыз көмектесіп жатыр, қандастарымызға көмектесіп жатырмыз деп. Әрдайым осындай бірлігіміз болсын, төрде түгел болса төбеден келеді. Алта бала болса ауызға кетеді деймін. Қай мемлекеттің болса да тату-тәтті болайық, жалғыз қандастарымыз емес. Мен енді білмеймін, не айту керек екенін түсініп отырмын. Осы сіз келіп отырсыз енді, ары қарай Мен сізге айтып жатқаным. Осы соңғы 10 жылдың ішінде осы кітапханада осы қауымдастық туралы бір іс-шаралар өтті ма? Қандай да бір тақырыпта бір дөңгелек үстелдер болсын, семинарлар болсын, осы тақырыпта бірдеме болды ма? Осы дәл осы қауымдастық жөнінде іс-шара өткен жоқ, бірақ Қазақстан халықтарының ассамблеясының биыл 25 жылдығы, мысалы, сол туралы өзге өкілдерімен байқаулар өткіземіз, кездесу өткіземіз. Ондайдың бәрі өтіп жатыр ғой, іс-шара деген. Іс-шара өтіп жатыр ғой, іс-шара тоқтап жатқан жоқ. Біздің тақырыбымыз дәл осы қауымдастық туралы бұрын бұндай тақырып болмағаннан кейін біз қауымдастық туралы ештеңе өткізе қоймай қалсақ. Мен енді өткізбей қоймаңыздар деп сөйлейін деп келгем жоқ, сол білейін деп келіп отырмын ғой. Өтті ма, бұдан былай өткіземіз деп. Бізде ақиқатта ішкі саясат деген бөлім бар емес па? Ішкі саясат. Ішкі саясат деген осы іштегі мәдениетіңіз бар, қарым-қатынасы бар, басқасы бар, соның бәрін ұйымдастыратын отдел ғой бұл, акимат. Оның міндетіне жатады ғой құзыретіне. Ондай шаралар өтіп жатыр. Мына осы Гаворкинде көптеген шаралар өтіп жатыр. Неге дейсің ғой? Неге конкретно не істейсің ғой? Конкретно жоқтығы, потому что бізде қауымдастықтың өкілеттігі жоқ. Адам жоқ сонымен айланысады. Именно мынаған Руслаға сен бет, мына бағыт, ондай жоқ болғандықтан бізде сондай кішкене білінбей қалды. Ал енді өзің ашқаннан кейін әрине өтеді ғой ол. Сен уже конкретно айтасың, мына тақырыптар. Бізде негізі біздің Мойқын ауданында ең қазақта шоғырланған ғой бізде. Бізде қиындық жоқ. 99 бізде. Енді Қордай, басқа ауылдарда кішкене, оларда қиындау. Ал енді мен негізгі қауымдастықтың несін айтамын, мысалы, айтатындар Қытайда біздің Синьцзян округында қазақтар неге ұшырап жатыр ғой, мысалы, геноцид деп жатыр, біреу басқа деп жатыр, біреу рас дейді, біреу сол қолдау жасап, өзіміз содан кейін мемлекет ретінде қазақ ең тыранқы халық бізбіз ғой баяғыда. Жан-жаққа кетіп қойған. Торамнан өзіміз қанша 12 миллион қазақпыз бармыз ба? Сол 6 миллион сыртта жүр ғой енді. Басқа мемлекетте бұндай жағдай жоқ. Сондықтан қауымдастық құрылған. Қазақтар қолдасын. Олар енді сынып кетті, келе алмайды. Бірақ енді бар ғой үкіметтің программасы бар. Келіп жатыр ғой. Өзбекстаннан келіп жатыр, Моңғолстаннан келіп, Қытайдан келіп жатыр. Енді соны қауымдастықтың міндетінің негізгі тақырыбы мен ойлап отырмын, қазақтың бәрін жинап, өзінің туған отанын алып келу. Ол қазақтар ата-бабаның есімен кетіп қалды, олар аңсайды мемлекетте. Бірақ келе алмай жатыр. Қауымдастықтың негізгі жұмысымен сол деп ойлайды. Ал енді сол жол келгеннен кейін ішкі жаңағы программалар, басқалар ол текущий мәселе. Ол текущий мәселе. Жаңа өзің айтпақшы, не істелді, не қойылды 10 жылдың ішінде деген. Солай да білемін мен. Жоспарлы түрде мысалы өткізіп жатырмыз, іс-шарамен кетіп тұр ғой қазір. Дұрыс, мен сіздердің алда шара өткізмеді деп тұрмын. Менің білгім келгені қауымдастықты осы қауым қаншалықты тани деген сияқты бір ой қалыптассын деп отыр. Қауымдастыққа бармаймыз. Қауымдастыққа шыны керек қой. Асыра болмағаннан кейін қауымдастық бізде жоқ болғаннан кейін бізде сенің жұмысы ғой таныстыру дәл осы тақырыпта іс-шара өтті деп айтамаймын. Өкілеттерімізді өткізіп, жұмысымызды жүргізсек біз танитын боламыз. Жоспар бересіздер. Бұл да конкретно слово. идеясын түсіндіріңіз. Иман ағама сөз берсеңіз. Иә, берейін деп отыр. Енді мынау Рысбай бауырымыз Ақылбек олар. Мінекей ауданымызға осы мынау мешіттің имамы болып келіп отыр. Ал енді бұл мешіттерде сол дүниежүзі қазақтар қауымдастығының бір мүшесі автоматтық түрде
Осы отырған бәріміз де сондай соның мүшесіміз. Егер де біз білмесек, біз оның атын естігеннен біз оған мүше болып кетуіміз керекпіз. Дүниежүзі қазақтардың қауымдастығын. Қазақпыз ғой сіз. Иә, себебі қазақпыз. Ауданымыздың имамы десеңізші, мешітіміздің емес. Ауданымыздың имамы Насырсбай бауырымызға сөз кезеген бір екі кісінде өз ойын ортаға салсын. Біздің тақырыбымыз дүниежүзі қазақтар қауымдастығы. Сол дүниежүзі қазақтар қауымдастығы туралы Мойынқұмда не болып жатыр? Мойынқұмдықтар ол туралы не ойлайды деген сияқты сондай бағытта ойлаңыздар. Ал енді басқа нәрсе емес. Сондықтан да ал Насырсбай бауырым сізге сөз кезеген сізде. Жалпы негізі мен жаңа ағаларымыздың сөздерін тыңдап бір ойлап жатырмын. Әпкеміз де дұрыс айтып жатыр. Негізі бұл жүйе халықтың арасында кеңінен насихатталмағаннан кейін көпшілік білмейді бұл нәрсені. Мысалы Жамбыл ағамыз, ағаларымыз айтып жатыр, оны халықтан сұрау керек негізінде деп бұл нәрсені. Енді қарасақ, мысалы, тарыдай шашырап жатқан қазақ көп қой, әрине. Бірақ қанша жерде қазақ дегенде мен көп жастардан, көпшіліктен кейде естіп жатамын. Ағамыз айтты, олар кейбіреулер жағдайға байланысты, біреу жағдайы төмен болып кетуі мүмкін. Біреу соғыс кезеңінде, біреу ашаршылық кезінде кетті деген сияқты. Біреулер жаңағы ағайын шақырып кетті деген сияқты. Бірақ Қазақстанда көптеген жастар, олардың ойлары мынандай. Мысалы, кейбір жерде шырылдап, Қытайдағы қазақтар шырылдап жатады, неге көмек бермейсің деген сияқты. Ең болмаса, имам бір дұға жасамай ма деген сияқты. Бірақ көп адамдардың айтатыны, олар неге кетті, елді тастап деген, ең бірінші қойып жатқан сұрақ, солар көкейлерін, ағамыз соны айтып жатыр негізінде. Неге кетті деп. Бірақ ол кеткен жағдайды білмейді көпшілік жастар қазір. Дұрыс па? Егер енді кезінде осы қазақ жерін тастатты, кетті, енді біз керек болып қалдық па деген сияқты сөздер айтады. Осы нәрсені оны дұрыс емес, бұл ой әрине іштегі нәрсе. Осы нәрсені емдеу керек. Сол үшін ағамыз айтып жатқанда сол, бұны халықтан сұрау керек. Халықтың арасында әлі күнге дейін сырттағы қазақтар жайында жақсы ойлары жоқ әлі. Жақсы олар жайлы ойламайды. Сол үшін мен өзім ойлаймын, бұл нәрсе әрине бұл қажет нәрсе ғой. Сырттағы қазақ қоғамдық құру, бір-біріне көмектесу жоқ дегеніңізде әйтеуір ең болмаса Құдайдан тілеу соның амандығы деген сияқты. Бірақ оған әрине үлкен жұмыс керек. Біз жаңа мына жерге жиналғанда расымен де мен өзім де солай ойладым, келіп сізді осы нәрсені кеңінен насихаттап бізге түсіндіріп, соны біз алып мүмкін халыққа жүрген жерімізге түсіндіріп жүреміз ба деп ойладым. Енді сіз келдіңізде бәрімізден сұрап қалдыңыз, біз де абдырап қалдық, не айтарымызды білмей қалдық. Әрине, бұл деген нәрсе үлкен нәрсе болғаннан кейін, бұған дайындық керек, ойды қорытып келу керек. Ол істелген шала болып істелген іс, ол шала болады. Әр нәрсені үйдің өзінің әшейін бастайтын болсаңыз, сіз қанша жерден ол сызасыз, оның жобасын, жүйесін жақсылап тұрып, дайындалып барып үйіп соғасыз. Сол сияқты бұл мемлекеттік, әлемдік деңгейдегі болып жатқан нәрсе, ат үсті қарай салып, келе салып, анадан бұрын мынадан сұрай салып, мен өзім дұрыс деп қабылдамаймын бұл нәрсені. Бірақ ойымыз әлі халықтың ішінде, бұған әлі халық 90% әлі дұрыс ойда емес әлі. Осыны жұмыс жасау керек әрине. Іштегі нәрсені бірінші түзеу керек. Сыртта қай жерде қазақ болса да, ол сенің бауырың, оның кету жағдайы деген сияқты мынандай жағдайда жаңағы. Ол елін ешкім тастамайды. Осында қиыншылық басынан түсті, осындай болып қалды. Енді біз оны теппейміз ғой деген сияқты жолдарды мен ойлаймын, сондай жұмыстар жасау керек деп. Енді әрине әпкеміз айтпақшы, біз дайындалмағаннан кейін көп нәрсені іштен шықпай жатыр. Жалпы менің ой түйгенім осы. Ағаларымыздың ойын оқи отырып, олар кісілердің сөзін түсіне отырып, айтып жатқан сол халықпен, расымен де бұны халықпен жұмыс жасап, халық бағасын беру керек. Ал енді осы отырған ағаларымыз бәрі ол белгілі. Бірден бұл нәрсені қолдайтындығы. Өйткені көз ашып, осы халықты бақылап жүрген ағаларымыз. Бірақ бұл кісілер қолдағанменен іштегі халық оны түсінбесе, бәрібір одан пайда болмайды екен. Мен ойым осы негізі. Рахмет. Енді біреулер былай дейді, біреулер былай дейді дегенмен қазақтың қасиетті сөзінде болған барлықтарыңызға аян. Қазақ қара сөзді емес, өлең сөзді оңай болған. Яғни би аталарымыздың сөйлеген кезде әрбір сөз тақпақтап шығып, ол сөз ана тыңдаушының сүйегінен өсіп кеткен. Сонда әлемнің физиктері осы күні қара сөзден өлең болмайды. Осы күні әлемнің физиктері сондай шешім шығарып қойды. Мынау әрбір сөздің салмағын рентгенді өлшейтін өлшем бірлік бар ғой. 1000 рентген салмағы бар екен бір сөзіміздің.
жаман сөзіміз жаңағыдай радиация болады екен. Жақсы сөзіміз айтылған бір сөз. Ол антивирус болады екен. Яғни ана жамандықты жоятын нәрсе болады екен. Сондықтан да әрбір сөзімізді біз жіті бағалаған, соны білген қасиетті халықпыз. Ал енді осы билердің сонау ғасырдағы Төле би бабаларымыздың салған жолын бір кездерде біздер сәл өзгеріп, ол жолды жоғалтып алып, бірақ мінекей Құдайға шүкір қайтып келді. Бірақ осы күнге шейін сол жұмысты кімдер атқарып келді деген кезде еліміздің соттар атқарып келді. Мінекей Мойынқұм ауданының сот төрағасы Абрал бауырымыз отыр. Бұл кісінің де айтары бар. Яғни осындай қызметті атқару оңай шаруа емес. Мен осы шағымға кездесу барысында танысқан кезде де бұл кісінің анау айтады ғой, жақсының аты алдында жүреді деуші дегендей. Сонда жақсы сөздер ескен өзімізде бар кабинетте осы жобашы осы азаматқа деп. Сондай бүгін де осы біздің жиынымызға белсене қатысып, осыны қозғап отырғанына мен алғысымды білдіре отырып, сізге де сөз өзегімен біледі. Рахмет Нұреке. Біріншіден барлықтарыңызды амандықта салып көргеніме қуаныштымын. Пандемия деген өзінің ізін қалдырып жатыр ғой. Жалпы көз көрген бет ұялады дейді ғой. Осындай көз көріп, қауышып, осындай жетіп жатқаннан енді мынау сәл ауру басылғаннан кейін болып жатыр ғой. Жалпы адам мен адам бір-бірімен араласып, жүздесіп сөйлеспесе, біз адамның өзінің несі жалпы жаратылысы сондай ғой, бар ғой. Егер бұл аралай жалғаса беретін болса, жаңағы онлайн не болатын болса, біз бір-бірімізден алыстап кетеді деп ойлаймын. Енді мынау қауымдастық бойынша айтарым шыны керек. Нұреке қауымдастық жағынан ана күні біз осы жұма күні өткіздік қой, қазақ тілі туралы жаңағы кездесуімізді құрғызды. Бұл нәрсе бір қауымдастық үшін қажет нәрсе емес. Бұған мемлекеттің өзі белсене араласу керек, өкімет араласса, сонда күш болады, сонда жаңағы былайша айтқанда ықпалы болады да, бұның тарауға. Біз енді өткенде сол кезде айтты Жамбыл осы қауымдастық осында не болып жатыр, осындай жаңағыдай кездесу болайын деп жатыр да, бірақ мен сіздің осы жерде жүргеніңізді білмей қалдым, әйтпесе қазақ тілі не бойынша қатыстыратын едім алысыңызға. Енді мен алысқа не қылмай қояйын, көп ұзақ уақытын ұстамай, мынау ең бірінші бізге қазіргі кезде керек болып жатқан нәрсе, барлық нәрсеге жүйе керек, идеология керек. Біздің қазіргі кезде идеологиямыз, нақты идеологиямыз болмай тұр. Бар шығар жоғарыда. Бірақ сол идеология мынау облысқа келіп жетеді, облыстан ауданның орталығына келеді, бірақ ауданның орталығында соны қалай ары қарай жүргізу, кіммен жұмыс істеу, сол жағы ақсап тұр да қазіргі кезде ше. Бұрын кезде, жаңағы кеңес одағының кезінде, ол кезде партия не дегенде, оның күші мықты болды. Кішкентай кезде жаңағы балабақшадан бастап, ол кезде уже құлағына идеологияны құя бастады. Жаңағы бірінші октябренок боласың, одан кейін барып пионер боласың, ар жақта комсомол боласың. Адам алдына мақсат қоя білді ол кезде. Ертең сен анау партийный работник боласың. Сол үшін сен қазірден бастап дұрыс жүруің керексің, жақсы оқуың керексің деген сияқты сондай бізге құйып отыр. Мен сол идеологияның бастамасында 4-ші классқа дейін біздің жаңағы енді не біткенше, осы тәуелсіздік алғанша соны алып кеттік сол білімді. Мен жаңағы пионерге дейін жеттім, ары қарай комсомол несіне не қылып пионерге. Бірақ мен сол кезде бір кішкентай недан жаңағы мынау звездочка беретін еді ғой, октябренктің звездочкасын беретін. Сол кезде соны берген мен есімде де соны жаңағы қандай бір андай керемет бір медаль алғандай болып кішкентаймыз дәреже ретінде не алып. Одан кейін жаңағы мойнымызға галстук таққанымыздың барлығы ол кезде бізге мен соны ойлаймын да, не деген сол кезде құлаққа мынау біздің ойымызды, өрісімізді өзгерткен осы нелеріңше. Сол үшін бірінші кезекте бізге идеология керек деп ойлаймын. Сіз жаңағы айтып жатқан Реген айтып жатқандай, біздегі сыртқа кеткен жаңағы қазақ қандастарымыздың кеткенін бірінші дұрыстап зерттеу керек.
мынау анаға апарар жол деген киноны көрген шығарсыздар. Сол жерде сол туралы өте подробно түсірілген ғой. Не үшін ол жаққа ол кетіп қалды? Жаңағы кішкентай бала анасынан екеуін бөліп тастады. Жаңағы мынау неге қарай Қытайға қарай кетті, Қытайдан ары қарай Түркияға қарай кетті. Турциядан сояқтан жүріп жаңағы Грециядан неден бүйтіп айналып Қара теңізбен әйтеуір Ресей арқылы бәрі анасын тауып келді. Бұл солай жаңағы тағдырдың несі сол жерде сол сияқты мынау ол туралы кино көрсетіп не қылып қазіргі кезде мынау біз айтып жатқаным сол жерде тарихы туралы айтылды қысқаша бірақ киномен көрсетіп тұр. Сол сияқты кинолар көп болатын болса біз қазір тек қана көретін нәрсеміз бар. Өйткені смартфонның, интернеттің заманы болып кетті ғой. Біз газеттен неден, мен газетті оқу керек, кітап та керек бізге. Бірақ соны қазіргі заман ағынымен беруіміз керек қой бала-шағаға. Мынау бір жақсы бір пример бар. Шетелде бала-шағасымен әңгімелесіп отырамайды екен бар ғой, бір кісіше. Бала-шағасын тамаққа шақырып, аналардың бәрі смартфонға үңіліп отыр, жаңағы не бар ғой. Содан кейін тәрбие бере алмайды да, былайша айтқан кезде. Алғанда YouTube бар ма? YouTube'да өзінің каналын ашқан. Ақыр бала-шағасы соны көріп отыр ма? Мен сендерге тәрбиені YouTube арқылы берейін. Ақыр сендер сол ағыммен кетіп жатсыңдар ма деп, сөйтіп бала-шағасымен жаңа YouTube арқылы, не арқылы түсіндіріп, солай андай неге жаңағы сөйлесу несін соған қарай кетіргенде, енді ақыр сендер былай көзбе-көз кездескілерің келмей ма? Сендермен интернет арқылы кездесеміз деп, ол кісі жаңа прямой эфир, бір нәрсе сондай өткізіп, солай жасап жатыр да, жаңа тәрбиесін жүргізіп. Сол үшін жаңағы сіздің енді осы жерде бірінші мен шынымды айтсам, қауымдастық туралы мен былайша ескеніміз болмаса, сіз келген кезінде мен естіп отырмын. Қазір қандай іс-шара, ассамблея туралы дәрежесі көтерілмеген біздің қауымдастықтыңшы. Егер ассамблея сияқты ол бар ғой, дәрежесі көтеріліп тұратын болса, мен ойлаймын, неге біз осы жерде іс-шара өткізбейміз? Неге сол нәрсе жаңа біздің осы аудандық әкімшіліктен, өкіметтен талап етіліп отырса, сол кезде оның да дәрежесі көтермеледі деп. Ассамблеяны алдықта дұрыс, енді ол мен елбасының несі саясаты осы елімізде ішіндегі жаңағы не болмасын деп отыр ғой, іріткі болмасын деп отыр. Ал неге сол парламенттің ішінде қауымдастықтың несінен не болмайды, депутат болмайды? Ол бірақ біздің Қазақстаннан емес, шетел жаңағы қай жерде көп шоғырланған кісілер, осы бізге Қазақстанға келді ғой, сол кісілер көшіп келгеннен кейін. Сол кісілерден депутат болсын, ол кісілер өз ойларын айтып отырды сол кезде. Сырттағы болып жатқан жаңағы жағдай туралы, міне осы туралы қажет, бізге мынандай заң қажет, мынандай қиындық болып жатыр, мына жерде жаңағы осындай болып жатыр десе, сол кезде мен ойлаймын, ол жаңағы сол туралы біз заңымызды қорғай аламыз сол кезде ол актуальный болады. Енді медиация туралы айтып кетейін десем, біздің енді оны біздің ауданымызда мен ойлаймын, жаңағы билер кеңесі ашылған екен, біз өз дәрежесінде ұстап отырмыз. Бізге ары қарай оны дамытуға қазіргі өкімет президенттің өзі кірісті. Айтты, барлық деңгейдегі осынау нелер, министерство осы нелердің барлығы оған ықпал жасау керек деп. Ары қарай ол жұмыс жүреді деп ойлаймын. Бірақ міне біздегі жаңағы билер кеңесі бар, біз енді сот тарапынан бізге соттаса да соттаспаса да бізге дело жетеді, іс жетеді. Ол емес, оны бізге іс келмесе де айлығын төлейді. Бірақ өмір болған екен, ол бәрі іс келеді да. Бірақ сол осы қоғамның ішіндегі болып жатқан жаңағы напряжение дейді ғой, соны біз сәл ыдыратып, не қылып, сәл спокойно осыны қазір билеріміз пайдаланып, соны араларындағы дау-дамайды бейбіт жолымен бір андай бірін-бірін ары қарай ата жау қылмай татуластырып, арасындағы болған дауларды сөйтіп шешсек деген ой ғой. Енді біздің билер кеңесін құрған қазір Шәкен немен жүр ғой, жаңағы праймериздің несімен жүр ғой. Біз былтыр жоспар құрғанбыз. Кішігірім өткенде айтып кеттім осы кездескен кезде. Билер кеңесінде бізде әйел кісі де бар. Айнашақ деген әпкеміз бар. Сол кісілермен мен былтыр ең бірінші жылдың басындағы біздегі мейрам ол алғыс айту күні. Алғыс айту күнінен бастап мен ол кісілерді біздің балабақша,
мектеп соларға кездесуге жіберген ол кісілерді ше. Ол кісілер сол утренниктеріне барып қатысты. Алғыс айту күннің қалай пайда болғаны үшін, не туралы, сол туралы айтып береді. Одан кейінгі біздің мейрам, аналар мейрамы 8 наурыз. Одан кейінгісі жаңа 22 наурыз. Кейін жаңағы 1 мамыр. Одан кейін жаңағы 7 мамыр. Кейін 9 мамыр. Соның бойынша барлығынан білетін болсаңыз, көп кездесулер өтті. Солардың барлығын сол кісілер айтпаса кім айтады? Билер өздері туралы айтып беріңіздер деп мен айттым ол кісілерге ше. Айтып беріңіздер, біз мынандаймыз, осындай. Мен бұрынғы аталардың бәрі сақалы бар кезде біз сөйтіп елестететінбіз. Үлкен сақалы бар кісі болса, ата деп та. Бұл кісілер барады, жаңа соны түсіндірді. Бірақ биыл, к сожалению, пандемияға байланысты біз неміз сол жұмысымыз сәт тоқтап қалды. Құда қаласа, мынау ендігі келе жатқан не деді, ары қарай дамытамыз. Оның барлығы жаңағыдай жүйе деп жатқанымыз сол ғой. Жүйелі түрде біз жылда соны айтып тұра беретін болсақ, сол детсадтан шығып жатқан балдар уже біліп отырады, билер туралы біледі. Осы жаңағы қазір біздің салт дәстүрлер туралы біледі. Мен кейін мектептің жаңа 25 майда оқу біткен кезде біз сол билермен бірге неге бардық? Осы мектептің ауылдың ішіндегі мектепті бітіруші түлектермен кездестік. Бітіріп жатқаннан кейін қандай нәрсе, ертеңгі өмір жолда дұрыс профессияны таңдау туралы біз кездесулер сол кезде не жасадық. Бұның барлығы қазір не бермейді, жеміс бірдестен бермейді. Оның барлығы алдында келе жатқан ертең содан не болатын шығар деп ойымызда. Кеше кейін тағы да не туралы айтып бердім, күніге қазір осы өткен аптада Жамбыл ағам көріп отыр ғой, жаңадан некелесіп жатқан жас жұбайлармен біз қазір кездесу өткізіп жатырмыз. Күнделікті болып қалып жатыр арасында ше. Акиматқа барамыз, торжественность жоғалып кеткен үйленудің алаш жаңағы өздері болады, барады да үйленеді, өздері келеді де ажырасалады. Мен не жатқан мына Рекем Мотор бар ғой, осының алдында жаңа кім болды ғой, бізде алдымызда болған имам кісі. Сол кісімен біз андай келісімде болғанбыз. Сізге неке қидыруға келген кезінде 10 минуттық беседа жас жұбайлармен. Ешкім сізді қинаған жоқ па? Өз еркіңізбен бара жатсыз ба? Кейіннен неке бұзылудың мынау діни жағынан дұрыс еместігі туралы біраз әңгіме айтылса, құлағын жесек біз жастардың бар ғой, оларда ой қалады. Ой жоқ, балдарда қазірше ойлаймайды. Өткені оларда бар шығар, бірақ кітап оқымайды, жаңағыдай не жоқ. Былайша айтқан кезде мен қарнымы ашады да, шынымды айтсам, олардың қазіргі өмірлеріне, өйткені біз хотя бы кітап оқығанбыз. Біздің ішінде рухани байлығымыз бар. Ал оларда ондай нәрсе жоқ. Мынау арамызда қазір ол президент неге шырылдап жатыр? Балдарды мектепке барып оқысын деп. Өйткені мынау поколение, потерянное поколение болып қалады қазір. Былтырғы оқыған, биылғы оқыған, олар даже білім аламай қалайын деп тұр. Ол қазір бермейді. Ол ертең оқуды бітіріп жатқан кезінде олар профессия таңдай алмайды, осы бітіріп жатқанда. Мен енді бәріне айтпаймын ғой, бірақ сондай поколение болып қалмасын деп жатыр ол кісілер. Мен жаңағы неке туралы айтып жатқаным, ол кісілердің бәріне кездесіп айтып жатқанымыз, айналайын, ешкім қиналып жатқан жоқ па, өздері үйленіп жатсын ба, қыздан да сұрап жатырмыз, баладан да жаңағы ата-аналарың сендерді жаңа қинап қосып жатқан жоқ па деп. Одан кейін Жамбыл ағаларымыз жаңағы Шәке ағаларымыз ол кісілер құндылығы туралы айтып жатыр. Мынандай осындай жасаңдар, бір-біріңе не қылмаңдар, қалай күйеуіңді күтіп аласың, қалай шығарып саласың, қалай оны құрметтейсің. Дәл сол сияқты сені де ол құрметтеу керек. Бірінші келіншегіне айтамыз, кейін барып жаңа күйеуіне айтамыз. Жаңа күйеуін қадірлеу керек, не қылу керек деп меруерт көресіз. Оны екі адамға бірдей неке деген нәрсе. Бірін-бірін қадірлеу, қастерлеу, көпшіліктің көзінше ұрыспау керек деген соның барлығы туралы айтып, құлағында 10-15 минут жеп, егер біз сол жерде айтсақ, Рекеңдер бұл кісілерге келген кезінде айтса, мен ойлаймын олардың барлығын осында азаяды деп. Сол енді мен қазір нәтижесі бойынша статистика жүргіздіріп жатырмын енді. Міне қазір осы кезеңнен бастап біз жаңа нені жүргізейін деп жатырмыз ба, арасындағы беседаны, әңгімелесу жүргізіп жатырмыз ба, сол қазір емес, келешекте 2-3 жылда ары қарай білесіз ғой, бірінші 3 жыл, 5 жылда егер олар жақсы тату-тәтті тұрып кетсе, ары қарай бала-шаға болады, ары қарай уже отбасы
уже несін өзінің жаңа іргетасын қалайды да уже ажырасу азаяды. Сол ойды идеологияны келтіруіміз керек. Бізде қазақта ажырасу болмаған деп айта берсеміз, қазір біз осы жақты болып бара жатырмыз, қош, анамен де тұрамыз, мынамен де тұра береміз, анамен де кездесе саламыз, мынамен де жүре саламыз. Сол дұрыс емес болады. Сондай болмау керек. Кейін біздің қазір бар ғой, телевидениеде жаман нәрсені көрсету өте көп болып кетті. Негатив. Ана жерге қарасаң, мынаны ұсталды, ана жерде мынаны жеп кетті, мынаны істеп кетті, ана бұндай болып кетті, мына жерде авария болыпты, мына жер үйтіпті, бүйтіпті. Айналайын, жақсы нәрсені қашан айтамыз? Осы менде айтпақ. Мен мынау енді кеңес заманын айтатын нәрсе бар. Мына мынау самолет құлаған кезінде бар ғой, не үшін бірдестен нені айтпайды? Жаңағы неден құлаған, не үшін бірдестен айтпайды? Өйткені ана жердегі адамдардың күйініп не қылатқанын ол жерде андай ажиотаж болып кетпесін дейді. Қазір бірінші анықтаймыз, анау оқылмай жатыр, үйтпей жатыр, бүйтпей жатыр дейді. Анау уақыт емші дейді ғой, бір жылдан кейін содан кейін айтады. Ол кезде оның уже актуальность кетіп қалады да былайша. Бұрын сіздер самолет құлағаны туралы естіңіздер ме? Ол кезде бұл кісілер естігенмен не істейді ол бар? Ол самолеттің құлағанын тоқтатпайды ғой. Келісесіздер ме? Мен дұрыс, адам өлімі бар, біреудің туысқан бар, мен ол жағын не қылатын жоқпын. Бірақ сол кісілер өздері естеді ғой, олар бар ғой. Бәрі керек адам естейді ғой. Оны таратпау керек. Мынау самолеттің фирмалары не үшін, әйтпесем самолетті құлаватқан кезде болды, бәріне парашюттың несін беруге болады. Парашют кигізіп қоюғашы, құлаватқанында жаңағы түсіртегі. Өйткені мынандай екен, адам тірі қалатын болса, ол барлық адам парашюттен секіре бермейді ғой. Бәріне обязательно бір жер майып болады, не болады, ондай болатын болса, аналар ертең жаңа осындайды не обеспечили, үйтті бүйтті дейді, жаңа сотқа берді, не ол былайша айтқан кезде убыточный нәрсе дейді да. Лучше қайтыс болған сол кезде уже болды, жаңағы лучше соған не туысқандарын определенный суммадан төлей салады, болды да былайша айтқан кезде. А так моральный деп ол жерде суммасы да несі де олардың несі сондай өзі политикасы несі содан кейін сонда жасалады да. Мен айтайын, бізде жақсы нәрсе болып жатқан жоқ па? Оған ғой. Жақсы нәрсе болып жатыр. Жаман нәрсені бар ғой, мынау жаңа бізде ішкі істер органдары, надзорный органдар, олар өздері тауып алады жаман нәрсені. Бірақ соны жаңағыдай анау мынандай екен, мынау мынандай, жарайды, жаңағыдай парахор, не істейсің оны бар? Халық не істейді оны? Анау парахор екен дейді. Бір күн айтылады, екі күн айтылады, екі күннен кейін болды, естен шығып кетеді ол. Керек емес нәрсе. Бізде қазір артық информация көп та, артық информация. И жаңағы жаман нәрсені бүйтіп анау телевизор көргенде, ой, анау мынандай болды деп, телевидениеде сондайға үйреніп кеткен да. Соны сізді мен сол нәрсені ар жақта көтеріп, сіздер айтсаңыздар, сол нәрсе болмайтын еді. Суицид деген нәрсе де ондай болмайтын еді бар ғой, бізде азаятын еді. Сол нәрсе ана жерде бүйтіп қапты, ана жерде асылып қапты, мына жерде үйтіп қапты деген, оның бәрі айтыла береді бар ғой. Адам и так түңіліп жүрген кезде, одан бетер біз халықты түңілдіреміз бар ғой. Жақсыны айтсаң жақсы болады деп ойлаймын. Сол жағынан сіздер жұмыс істесек, жаңа сіз енді бұл жақта осы жерден біздің қауымдастықтың филиалын ашамын деп, сіз өзіңіз боласыз ба, жоқ или біреуді сайлап кетпекшісіздер ме, қалай болады? Кейін ол жаңа платный ма, бесплатный ма, қоғамдық па, қалай болады? Иә, рахмет, барлықтарыңыз пікірлеріңізді жақсы айтып отырсыздар ғой. Мен енді қысқаша ғана қауымдастықтың ережесі бойынша жазған кішкентай ғана қызметтің мәні бар. Соны тақпақтап тұрып оқимын мен тақылдап. Сіздер бір тыңдап алыңыздар, бұл да бір тыңдасаңыз, ол есіңізде қалады дүние, ол бір қиын шаруа емес. Филиал қауымдастықтың мүдделерін қорғау және өкілеттік ету мақсатында құрылған. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, егемен Қазақстанда қазақ халқының ұлттық қайта түлеуіне, Қазақстаннан сырт жерлерде өмір сүріп жатқан қазақтардың еркінде жан-жақты дамуына жәрдемдесу. Қазақстанда және одан сырт жерлерде тұрып жатқан қазақтардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени, рухани, діни және басқа өмірлік маңызды проблемаларын шешуге қатысу. Қазақтардың
өзінің тарихи отанындағы экономикалық және әлеуметтік мәдени салалардағы жетістіктерін, олардың ұлттық салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптарын бүкіл дүние жүзіне насихаттау, Қазақстанға көшіп келген отандастарына көмек көрсету, қайырымдылық қызмет қауымдастықтардың мақсаты болып табылады. Яғни қайырымды іспен айналысу керек, қайырымдылық. Және мемлекеттік органдармен, қоғамдық қауымдастықтармен, мәдени және ғылыми зерттеу орталықтарымен бірлесе отырып, қазақ ұлтын жан-жақты дамытудың пәрменді жолдарын іздестіру. Мамандар мен ғалымдардың қатысуымен шетелде тұрып жатқан қазақтардың тарихын, өмірін, мәдениетін және әлеуметтік жағдайын зерттеу, олардың бүгіні мен болашағын болжау ісіне талдау жасау, қазақтар жасаған немесе Қазақстаннан әкелінген өнер тауарларының қорғалуын және олардың тарихи, мәдени және этнографиялық көзқарас тұрғысынан Қазақстан үшін айрықша маңыздылардың қайтарылуын ұйымдастыруға жәрдемдесу. Қауымдастықтың қызметінің мәндері болып табылады. Және де Қазақстан және қазақ диаспорасы өмір сүріп жатқан мемлекеттер арасында халықаралық туристік маршруттар ұйымдастыру, концерттік бағдарламалар алмасу, фестивальдер, өнер мерекелерін, конкурстар ұйымдастыру. Тарихи отанынан сырт жерде тұрып жатқан қазақ жастарын республиканың жоғарғы және орта оқу орындарына тарту, түрлі себептерге байланысты Қазақстанның жырақ кетіп қалған адамдардың, олардың ұрпақтарының туған туысқандарымен қайта қауышуына жәрдемдесу, шетелден Қазақстанға қоныс аударған адамдарға медициналық көмек көрсетуіне көмектесу, лекциялар, көрмелер, лотереялар, семинарлар, спорттық және басқа да шаралар ұйымдастыру, шетелдерде қазақтар жинақы орналасқан жерлерде олардың қазақ тілін оқып үйренуіне, ата-бабаларының салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптарын сақтап, өрістете беруіне көмек көрсету. Яғни Мойынқұм мен үшін де тарихи мекен, бәріміз көп қазаққа тарихи мекен. Бұл Мойынқұмның да тарихы әлі жазылмаған деп айтуымыз болады, былайша айтқанда. Ал енді жазылған тарих, ол замандағы жазылған тарих қой, осы замандағы тарихын біз жазуымыз керекпіз. Бүгінгі болып жатқан оқиғаның бәрін жаза берсек тарих бұл. Бүгінгі отырысымыздың өзі тарих мынау. Бір сіздер ұлы істерге куә болып жатырсыздар деп ойлаймын. Өйткені қазақ болған қай заман, осы күні қазақты жоққа шығарған адамдарды тауып жатыр ғой. Тілі болмаған, діні болмаған, жер болмаған деген сияқты. Бірақ оны дәлелдеп жатырмыз біз, Құдайға шүкір. Сондықтан да біз мақтанамыз, ертең күні осы Мойынқұмда туып өскен адамдарды осы Мойынқұм қажылыққа келетін түнімен ұйымдастырсақ болады деген. Ұйымдастыру мәселесі қалай шешіледі деп сұрап қойды ғой. Енді келесі ұйымдастыру мәселесі, мына мен қазір сұрақ қойдым. Осы жерде келген адам, келмеген адам ол қауымдастықты жаңағындай танымады ма, әлде несімен мен білмеймін, бірақ тұрып осы жерде отырып қазір біз жаңағыдай жұмысшы топ құрып кетеміз. Осы отырған кісілер жұмысшы топ боламыз. Осымыздың ішінде біреуімізді төраға қылып сайлаймыз. Содан кейін протоколға жазамыз. Мына мен ананың жаңа тіркелуіне, басқасына жауапты, бірақ та жиналысымыздың төрағасы жаңағы осы жұмысшы топтың төрағасы сайлап кетуіміз керекпіз. Сол жұмысшы топ арқылы біз келесі әр ай сайын бастапқы кезде осындай жоспарлану жиындарына келіп отырамыз. Оған басқа да отыра ма сонда? Отырады. Шұлтық емес, Мойынқұмдікі болады. Иә, Мойынқұмдікі бөлек, бұл жерде Шұлтық бөлек болады. Қазір мен тура осы әңгімемді шуға барып айтамын түсінен кейін. Мен бір өз айтайыншы, мысалы біз көп нәрсеге қол жеткізе алмаймыз. Ауылда отырып, ауданда отырып ше. Мен қазір жаңағы сіздің оқып кеткен немізді қарап отырмын. Жаңағы басқа мемлекетте жаңағы не іс-шара қарау керек, анау керек, мынау керек, көмек көрсету керек деп жатсыз. Мен қазір айтайын, біздің облыстық Шоқанның қанатында кітапхана бар. Астанада ұлттық академиялық кітапхана бар. Мінекей бүгін біздің сол коллектив Абу-Дабиде жүр. Олар Абайдың 175 жылдығына орталығы шықты. Біз оған қол жеткізе алмаймыз ба? Мен неге мүше болып бармаймын мысалы? Оған маған жағдай жасамайды ешкім. Командировщик бермейді мысалы деген сияқты ғой. Оны білмеймін, мен ауылда отырып бұл қауымдастыққа біз қандай көмек көрсетеміз, қандай шара мен түсінемін. Мысалы жоғарыдағылар барады. Міне біздің Шоқанның директоры кетті, облыстық директор кетті, Абу-Дабиде бүгін қазір соткамен қайта көріп отырмыз. Мен сіздерге қазір анау шеберлік классы дейді ғой,
соны шеберлік класс көрсетемін, дайындап берген. Яғни медиация процедурасы неден басталады деген. Және бұл жаңағы экраннан тағы да кейін көрсетейін, мен көрсетейін дайындап. Деловқа қатысуым керек еді, шығамай қалдым ғой, кете беремін. Шынымен ғой. Нұреке, бір мен медиация керек жоқ. Қазір медиацияны мен жалпы постоянно айтып жүрміз ғой. Мен қазір не қылып хорошо, енді өкіліңіз кім болады бұл жақта? Кіммен біз взаимодействие етіп жұмыс жасауымыз керек? Маған қазір әдемі ой келіп отыр. Мен осы жұмысшы топты, осы кісілерден қазір келісіп, шын төрағалыққа мен ұсына аламын. Мына кісі сіздер давай десеңіздер, осы Амархан бауырымыздың өзін... Бізде мынандай нәрсе бар да, просто мен сізге бір ауыз айтып кетейін дегенше, заңымыз бойынша бізде сот және сот жүйесі туралы біз ешқандай қоғамдастық не бола алмаймыз, мүше бола алмаймыз, төраға бола алмаймыз бар ғой, сондай бар. Мен сол жерін просто айтып кетейін деп жатқанымда, өйткені ертең бір жерден дау мезет туындайтын болса, бізге қарайтын болсақ, оның бәрі кедергі болады. Сол үшін. Онда мен жамбылағанымыз отыр. Осы қарсы болмаса, жұмысшы топ, қазір қауласын төрағасы. Мен де бір предложение енгізейін деп отырмын. Осы ауданда қанша осындай ұйымдар бар, мен соның бәрінде мүшесімін, төрағасымын, сондаймын. Мен қол тимей кетеді. Мен предложение айтайын деп отырмын. Мінекей мына қазір сайлау комиссиясымен ғана айналысатын өзіңнің қатарың бар. Егерде еркек адам керек болса, осыны сайлайық. Егерде әйел адам, қыз адам болатын болса, жаңағы библиотеканың бастығын Ариан сайлайық. Осы екеуінің біреуін ұсын сенен. Енді 4 жылда 5 жылда бір сайлау ғой енді. Қолды талға қалай өте әдемі маған онда ұсынысы. Сөйтейік, медиация туралы мен постоянно жамбыл ағамды айтып жатыр, мына кісілер естіп оны не қылып жатырмыз, дұрыс орында. Сіздерден мынау соңғы кездесуіміз деп ойламаймын, құда қаласа келіп жатасыз ғой. Енді мынау үлкен жаңағы отырыс нелеріміз көп бізде жүйелі түрде өткізіліп жататын нелер. Соған енді сіз өзіңіз келіп жатсаңыз қатысып, сосын жаңағы осы жақта өкілдігіңіздің несін шақырып жатамыз. Иә, қатыстырамыз. Иә. Көмектесіп тұрамыз. Жарайды, онда мен былай деп айтайын. Осы жерде бүгінгі кешіміздің соңында біз немен қорытындылаймыз. Мынау асыра түсуі, қазір осыдан кейінгі тағы да әртүрлі мәселелер деген сұрақтар бір сұрағым бар. Ал енді қазір біраз қауымдастықтың шаруасын бітіріп тастайық деп, бірінші бөлімімізді, бірінші тапсырмамызды. Соған осы жерде сіздер мен Сержан бауырымызды ұсынып жатыр. Жұмысшы топтың жаңағы төрағалығын жасасыз. Мен мына жақта тағы ұсынысы болсын, Ғалия болсын. Жұмысшы топтың жұмысын көп мүшесіне болады. Мүшесі болады енді. Төрағасы Сәкен болып өсін, қол бостау бұл? Иә, қол бостау. Осы сайлау кезінде загруженный 2 ай. Қалған уақытта қол бостау жүргізеді. Сөйтіп ойлап отырмыз біз. Шумарында. Жақсы, онда оған келістік бәріміз. Қол көтерейік ары. Тамаша, бәріміз осы қауымдастың жүрсіміз. Ендігі бір мәселе, менің осы жүрсіз жүре береміз жайда. Мұнайды ақсақалдармен әңгімесі келді өтіп. Ақсақалдарды қазір бір мерген переговорға баратын жеріміз бар еді. Сол енді мерген переговорымыз мен ойлаймын. Кішкентай болса, құрмет көрсетіңіздер. Бір тағы да бір сұрақ. Медиация процедурасы неден басталады? Ол медиация процедурасы келісімшартқа қол қою күннен барып басталады. Оған дейінгі әңгіме бастап қоятын болса, ол медиация емес. Медиация заңы соны өте қатты қадағалайды. Енді әрине өкінішке орай шайқайғымыз ортамызда жоқ, бірақ та мынау кеше бірақ оқиға емес. Біз мынау жақта жүрсек те біз ауылда кетіп қашып кеткен адамдар емеспіз ғой. Үстімізде осы ауылды көріп жатамыз. Сол кезде ғана кешегі ол жақта кезеңсіз жағдайлар. Мен әкесіне барып жолықтым. Сөйлесуден ол не қылып жатыр? Қан жүзіп жатыр, уайымдап жатыр, сөйлесетін адам жоқ дейді. Енді осы ақсақалдар кеңесі, ардагерлер кеңесінің төрағасы өздеріңіз сол сұрақ бойынша сіздерде бір жиын, әңгіме, ұсыныс болды ма? Соған бара жатырмыз деп жатырмыз. Қазір соған бара жатырмыз. Үйіне ма?
Ол бірге ойлаймын. Барыңыздар Барып шешімді. Сіз ақыр медиатор ретінде мен не қылатқан жоқ, мен сіз нейтральный адамсыз ғой. Мына кісілер осы бірге барып, жаңағы одан бәрі дауыс шешіліп кетпейді. Өйткені ол заңды жауап береді. Бірақ мына кісілер барып, ана кісілердің ішінде мұңын хотя бы тыңдаса, екі жақ болды, соның өзі сәл анау не дейді, өкпені, өкініш басады. Иә. Болар істің басына жақсы кісілер қасынан деген, енді осы істің басына келген өздеріңізге мен алғысым шексіз. Осының ойларыңыз бөлісіп, ниеттеріңізге жатқан. Енді батамен елге көреді, жаумен жерге көреді түгіл. Енді бата беріңіздер, сөйтіп ойыңызды аяқтап. Мынау үлкен ниеттен келіп отырсың, балам. Нұрға, үлкен ниеттен келіп отырсың, ниетің іске ассын. Мынау біздің ауылда құрылған қауымдастығын бір керемет жұмыс істейтін қауымдастық болсын. Әлгі шетелдегі қауымдастықтармен солардың пример алып, олар керемет жұмыс жасап отыр, көріп отырсыңдар ғой енді. Сондай қауымдастық болсын. Мынау тек қана осындай жақсылықта, қауымдастықтың жақсы жиналысында келешекте басқа жолын болайық. Рахмет.